Армысыздар барша ас үй ханшайымдары. Бүгін сіздермен дәмі тіл үйіретін, оңай әрі тез дайындалатын ерекше салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге қызанақ, қияр, капуста және колбаса қажет болады. Ең әуелі огурцымыздың екі жанын алып тастап, одан кейін осындай ұзын бөліктерге бөліп шығып, бөліктерге бөлінген огурцыларымызды осылай қиғашынан ұзынша етіп турап дайындап аламыз. Одан кейін бізге қызанақ қажет болады. Қызанағымызды да дәл осы ретпен ұзынша етіп, оны да турап алатын боламыз. Егер рецепт ұнаса, рецептін описание бөлімінде таба аласыздар. Міне, осылай ұзынша етіп, қызанағымызды да турап аламыз. Ендігі кезекте бізге орам жапырақ қажет болады, яғни капустамызды. Капустамызды да дәл осы ретпен ұзыншалап, жіңішке күйінде осылай біркелкі етіп турап дайындап аламыз. Одан кейін колбасамызды да әуелі домалақ күйінде, одан кейін ұзынша етіп турап аламыз да ыдысымызға салып, дәміне қарай тұзымызды және де майонезімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Егер рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Әрбір пікір мен үшін өте маңызды. Осылай ұзынша етіп турап алған салатымызды майонездің көмегімен жақсылап, майонезіміз сіңгенше жақсылап араластырып аламыз да, одан кейін кез келген әсемдеу бойынша әсемдеп, ыдысымызға салып, қонағымызға ұсынсақ та болады. Дәл осы рецепт түрімен сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі ұнары сөзсіз. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар. Мен сіздерді өз каналымда күтемін.